Так, келесі өтетін тақырыбымыз модульді интеграл. Енді бұл жерде модульдік функцияның қасиетін айта қоятын болсақ, модуль ішінде f от x деген функция болатын болса, ол f от x болып ашылады. Не болса? f от x-іміз үлкен немесе тең нөлден болса, иә. Және де минус f от x болып ашылады, f от x-іміз нөлден кіші болса деген. Енді осы ақпараттарды біле тұра, біз интегралымызды шығаруға сразу практикаға көшсек, бірінші есебімізді мен андай ала қойдым. Шегі нөлден 3-ке дейін дейді. Модуль не деген? Модуль астында бізде x плюс 2 деген, е. Біздер былай жасап аламыз. Ішіндегі нәрсе бар ғой? Осы нөлге теңестіріп аламыз. Нөлмен салыстырып жатырмыз ғой. Ол плюс па минус біз білу керек бізді. x плюс 2 тең 0 деймін. X қандай шығады? Минус 2 шығады. Онда минус 2 деген мынаның бәрін координата осіне қоямыз. Шыққан нүктелерді. Ал қойдым. Так, қайсысы келеседі? Бізге немене керек өзі? Нөлден бастап неге дейін керек? 3-ке дейін керек қой. Минус 2 қайға түсті? Мына жаққа түсті. Сыртқа түсті, қараңыздар. Сыртқа түсіп отыр. Бізге керек аралық, мына аралық керек қой. Иә, нөлден бастап 3-ке дейін керек деді. Сыртқа түскен соң бұны бүйтіп аралыққа қоспаймыз. Бізге тап деп отқан аралық сізге мынау да. Шықты ма? Егер мына минус 2-ның ортасына кіргенде, яғни 2 болған кезде, нерге мен 0-ден бастап 2-ден тоқтап, кейін 3-ке тоқтайтын ем. 2 таңба анықтайтын ем ол кезде. Түсінікті ма? Сыртта жатыр, сонда не істейміз? Осы күйінше тастап кетеміз. Өзіміздің аралығымызды қарай саламыз. Енді 0-ден 3-ке дейін кез келген бір санды алайықшы. 1 ма? 1-ді алыңдардан ішіне қойыңдаршы. Плюс шығып тұр ма? Іші. 1-ді қойсам 3 қой, 3 плюс қой мынаның іші. Онда немене болады екен? Плюс екен. Модульді алып істей саламыз дейді сыртындағысын. Интеграл ала береміз. Интеграл немене болады? Интеграл 0-ден 3-ке дейін дейміз да. Мына бір модулім қандай ашылады? Просто x плюс 2 болып аша салады. X. Мына жер түсінікті ма? Мынаның арасынан бір сан алып қойдым ішіне. Ішіне қойған кезде ішіндегі сан плюс шықты. Сондықтан мына модульді немен аштым? Плюспен аша салдым. Егер мынаның ішінен апарып мен қазір 1-ді алып барып мынаның ішіне қойған кезде минус 5 пе бірдеңе шығатын болса, модульді ашқан кезде модульдің алдына минус қойып ашамын ерге. Минус x, минус 2 болатын еді ол кез. Түсінікті ма? Ішіндегі шыққан санды, нерден таңдап аламыз бір санды. Таңдап алып мына жерге қойған кезде модульдің іші минус болса, не дейді? Функцияның алдына минус қой дейді. Осының алдына мен істейтінім, нерге минус қой жүретінім да, минус x, минус 2 болатын еді. Минус 2 ана 2 ортасына кіріп тұрған кезде не істейтіндей бұл кезде таңба қайта анықтайтын. Кіріп тұрған кезде бөлінеді, 2 аралық болады. 2 аралықты бөлек тексереміз ол кезде. Оған қазір келеміз. Пока осы түсінікті ма? Осы түсінікті болса интегралын ала саламыз. Так, x квадрат бөлінген 2 плюс 2x емес па? 0-ден бастап 3-ке дейін. 0-ді қойсам бәрі 0. Не істей саламыз? 3-ті қоя салайық. 3-ті қоятын болсам 9 бөлінген 2, 3-ті қойсам 6. 4 жарым алтына қоссам 10 жарым емес па? 10 жарым деген осындай мән шығады екен. Түсінікті ма? Қараңыздар, енді мынадай бір есеп таңдап алдым. Не істейміз? Екі модульді бөлек-бөлек алсам болады. Интегралдаршы. Минус 2-ден бастап 1-ге дейін немене болады? X деймін. dx деп қойып қоямын. Қосылған интеграл минус 2-ден 1-ге дейін немене? X dx десем болады. Проблема мынада ғой бізде. Осыны аламыз да шеше қойық. X тең сразу немене болады? 0 ма? Мынау. Қараңдар. Үшінікте ма? Үшініктені неге қоямыз? Осыге қоя саламыз. Минус 2, мына жерде 1. Бүйтіп өте салу керек едім. 0 қақта жатыр? 0 ортасында жатыр, е? Мына жер ғой. Онда өтеміз. Нерге бір тоқтаймыз? Нерге бір тоқтаймыз? Мынаған барған кезде ше. Аралық анықтаймыз. Арасында қандай сан бар? Минус 1 бар, е? Минус 1-ді қоямыз. Минус плюс шығады. Мынаған қойған кезде. Минус шығады, плюс шығады. Қандай болды? Плюс шығады, бірақ минус болады. Жоқ, минус, я. Минус 1-ді қойған кезде іші минус па? Іші минус. Онда немене болады? Минус болады екен. Арасында жарты бар ма? 0,5 бар ма? 0,5 қойсам іші плюс па? 0,5 деген плюс сан ғой. Мына аралық қандай екен? Плюс екен. Болды. Анда 2 рет шығарамыз. Мынау деген сөз 2 интегралға бөл деген сөз. Мына модульді аламыз да не істеймін мен қазір? 2-ке бөлемін. Интеграл минус 2-ден нешеге дейін дейді? 0-ге дейін деді. Немен аш дейді? Минустан немен аш дейді? Ана x емес не болам? Мынау модуль ішінде x бар ғой?
не болып шығады нәрге? Минус x болып шығады. Түсінікті ма? Минус 2-ден 0-ге дейін немен аш деді? Минуспен аш деді. Модульдің алдын, модульді жай жақша етемін да не істеймін? Минус қою керекпін. Әрине минус сыртында тұру керек енді негізінде. Онда тұрған ештеңе жоқ. Потом қосылған дейміз. Аяқталған жоқ қой біз. Минус 2-ден 0-ге дейін дедік. Енді 0-ден бастап нешеге дейін? 1-ге дейін интеграл аламыз. 0-ден бастап 1-ге дейін дейміз. Ол аралықта немен аш дейді? Плюспен аш дейді. Мінекей. X-імізді қоямыз да алдына плюстан басын қойып қоямын. Мына жерде де мен негізі сөйтіп қойғаным дұрыстау болады ше. Міне, бүйтіп ашылу керек қой. Потом тағы не бар бізде? Ана біреу бар ғой. Плюс интеграл минус 2-ден 1-ге дейін x dx дейді. Есептей қойайық. Мынау қалай ашылады енді? Минустан басы алдына шығып кете салады. Минус x квадрат бөлінген 2 болады да. Минус 2-ден бастап нешеге дейін? 0-ге дейін. Қосылған мынау x квадрат бөлінген 2 нешеден нешеге дейін? 0-ден бастап 1-ге дейін дейді. Қосылған анау ше. X квадрат бөлінген 2. Минус 2-ден 1-ге дейін дейді. Есептей салайық. Негізі мен бүйтсем болады қазір. X квадрат бөлінген 2 0-ден 1-ге дейіні бар. Мына жерден 0-ден минус 1-ге дейін алып тастасам болады да. Ортасында кусок алынып қалады да өзді бізде. Мен 0 қылып жүреді дейтін де алсам. Қараңдаршы, 0-ден бастап 1-ге дейін деген алып, мынаның ішінен 0-ден бастап минус 1-ге дейін шығарсам. Бола ма? Жұп функция бірдеңе деуге болады ғой негізінде. Бірақ просто аралықтарға бірнешеге бөлініп кетеді екен, сондықтан осы күйінше шығара салайық. Так, ал қойық. 0-ді қойсам 0, иә? 0-ді қойсам 0 болады. Минус 2-ні қойсам. Так, минус 2-ні қойсақ 4. Минус 2 болады. Минус 2-ні мында қойып квадраттасам 4 шығады. Мына минус соңынан қойылады. Дұрыс қой, 4-ті 2-ге бөлесің минус 2 болады. Оның алдындағы минус бар ғой, сонымен плюс болады бізде. Бізде 0 минус қой да, плюспен болады. Потом қосылған. Мында 1-ді қойсам 2-ден 1. 2-ден 1-дің өзі болады. Потом 0-ді қойсам 0. Мына жерде 1-ді қойсам 2-ден 1. Минус дейді, потом мына біреу бар. Минус 2. Минус 2 болады. Мына мен мынау кетті. 4-ден 1. Жауап 1 емес па? Ал 1-ден. Жауап 1 шығады екен, түсіндік па? Болды.